Қайырлы күн балалар. Қазір бізде логика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тапқырлық және жұмбақ есептер. Логикалық есептер сендердің есте сақтау, ойлау, елестету, танымдық және шығармашылық қабілеттеріңнің дамуына көп септігін тигізеді. Бүгін біз бірнеше логикалық есептерді қарастырамыз. Үй иесі бұрынғы үйдің шаршы пішінін сақтай отырып, көлемі одан 2 есе үлкен үй салғысы келеді. Үйдің барлық 4 бұрышына жақын жерде 4 ағаш өсіп тұр. Үй иесі ағаштарды кеспей қалдырғысы келеді. Ол үйге жаңадан қабат қосқысы да, жертөле салғысы да келмейді. Сонда ол үйдің көлемін қалай үлкейте алады? Қане, ойланып көрейік. Қалай ойлайсыңдар? Үй иесі үйді қалай өзгертуі мүмкін? Жарайсыңдар балалар. Ал енді екінші тапсырманы мұқият тыңдаңдар. Төмендегі дөңгелекте бір мақал жазылған. Сағат тілінің бағыты бойынша 2 әріптен қалдырып оқысаң табасың. Кім тез табады? Міне, осындай заңдылықпен жүріп отырып, барлық әріптерді жазып шыққанда бір мақалды оқисыңдар. Қандай мақал шыққан екен? Баспа дәнді, шашпа нанды. Керемет! Енді үшінші тапсырманы тыңдап көрелік. Текшенің барлық жақтары әртүрлі түспен боялған. Әрбір жақ бір түспен. Егер текшеге бір бағытта қараса, онда көк, ақ және сары жақтары. Басқа бағыттан көк, қара және қызыл жақтары. Ал үшінші бағыттан жасыл, қара және ақ жақтары көрінеді. Ақ жаққа қарама қарсы қандай жақ орналасқан? Ойланайық балалар. Өте тамаша. Ақ жаққа қарама қарсы қызыл жақ орналасқан екен. Міне, байқадыңдар ма балалар? Логикалық есептер сендерден мұқият болуды, ойлануды, дұрыс шешім табуды қажет етеді. Сендерге үйде осындай логикалық тапсырмаларды қарастыруды тапсырамын. Назарларыңа рахмет.